Екі әпкелі сіңілінің бастары бір жерге қалай сиып жүргеніне мен таңғалып жүрмін. Өмір ақша сұрай бересің, жыланасың да жүресің. Қашан қоясың осы әдетіңді? 10 жылдық тәжірибесі бар невролог Асепат ханым және де оның керемет әпкесі Лаура Қуанышбекқызы. 40 мың теңге деген сияқты айлықта береді да, азынан кешке шейінгі жүру керек деген сияқты. Сонымен аяғыма қарасам, аяғымда етігім 40 мың теңге тұрады ғой. Қыз балдар қазір өзінің денсаулығын күтпейді. Баласында да проблема бар, анасында да проблема бар да. Айтасың да, сенде ғой проблема, сізде. Вот. Әйелдерді бір құлдыққа тәрбиелейміз біз. Ыдысыңды дұрыс жумасаң, енең ұрып өлтіреді. Ата-енесімен тұрады. Біздің қазақтардың менталитеті бар ғой. Ене, күйеу, біреудің сөзі. Жаңағы 10 мыңдық прием деген кезде айналайын, это Шымкент детка, бұл саған не емес, 3 мыңға тексереміз. Жалғыз өзім тұрам. Бір өзім, бір бөлмелі квартирада рахат, дірілдеп, білмеймін, денем дірілдеп, мен арғы дүниеге барып келгендей болдым андай. Шамай атқан баласын шыштырып беріп, ол сөз ният жоқ. Әйелдер келеді, көкіректерінің сүті қатып, олардың сүтін сауып кәдімгідей қазақшалап